Армысыздар, қазақ елі. Мына Астанада Движение Республика деген ұйым 9 Қараша, 9 Ноябрь күні митинг жасаймыз деп, келісілген митинг жасаймыз деп, осы интернетке жарнамасын салды. Енді соған байланысты мен сіздерді сол митингқа қатысуға шақырам. Өйткені біздер осы Қайырлы Омар ағамыздың сотына байланысты, оның әділетсіз шешілуіне байланысты, осы Жанат Нұркешев ағамыз осы 9 күніне митингқа өтініш берген болатын. Бірақ ол кісі сол күні айтты, осы митинг жасаймыз деп хабарлады. Бірақ енді мінекей қазір осы 2-3 күн болды, ол кісіні қамап тастады 15 суткаға. Сөйтсек, олардың таққан айыбы заң бойынша жоғарғы соттың үкімі бар дейді. Алдын ала өтініш бергеннен кейін болатын жерін, оның митинг болатынын барлығын жариялауға болмайды деген айып. Соны бұздың деп, ол кісіні 15 сутка қамап тастады. Бірақ осы 9 күні бәрібір мінекей Движение Республика осы жерұйық, Астанада жерұйықта келісілген митинг жасайын деп жатыр. Жарнамасы жүр интернетте осындай. Сағат 14:00-ден 16:00-ге дейін болады. Мен осыған байланысты сіздерді митингқа келуге шақырам. Өздері рұқсат беріп отыр үкімет. Шығайық. Біздің, мысалы, әсіресе қорқып жүрген, митингқа шықпай жүрген, жүрегі дауаламай жүргендер, шығыңыздар. Өйткені біздің алдымызда бұл митингсіз бізде мәселе шешілмейді. Біздің қазақтың жеріндегі мәселе бұл тек қана митингпен шешіледі. Сондықтан ешкімге тай салмау керек. Шығыңыздар. Болашағымыз біздің қыл үстінде тұр қазір. Оян Қазақстан деген келісілмеген митинг жасайды екен Алматыда. Үкіметте тек қана ескертті, енді жасайын деп жатыр. Жасасын, көр, оғанда несі бар? Бұл жерге шығу керек, барайық, өзіміздің ойымызды айтамыз. Ал біздің ағамызды 15 сутка қамап тастады, рұқсат беруге өтініш берген үшін, мысалы. Мен осы эфирді пайдаланып, мен алматылық белсенділерге, жанашыр, бір оймен біріккен, ойымыз бір бауырларыма, аға қарындастарыма, апаларыма, баршаңызға алғыс айтқым келеді. Осы анау өткенде 4 белсендіні қамап тастады ғой, жазықсыз. Екеуі Өскемен жақтан, екеуі Астанадан. Сіздердің бейжай қарамай, бірлік танытып, соған кәдімгі сәлемдемелерін апарып, шыққанда қарсы алып, уақыттарыңызды бөліп, сол топ болып, солай ұйымдасқандарыңыз үшін мың алғыс сіздерге. Осылай бірлігімізді таныта берсек, біз ояна береміз. Мен солай ойлаймын. Сіздерді Тәңір жарылқасын. Біздің алдымызда осындай бірлігіміз күшейе берсін. Сонда ғана біз жеңеміз. Бұны арамза биліктен құтылмай бізге күн жоқ. Қытайдың отарлауы жүріп жатыр өйткені. Осы Қытайдың отарлауын тоқтатпай біздегі тыныш ұйқы болмау керек. Ағайындар, сондықтан жаңа рұқсат берілген митингқа шығайық. Сіздерге соны айтам. Қайырлы Омар ағамыз жазықсыз 4000 теңге үшін сотталып кетті. 2 жылға сотталып кетті. Ешбір жазығы жоқ ол кісінің. Жерді қорғағаны үшін сотталды, ағалар, ағайындар. Жанат Нұркешев ағамыз оның соңынан 15 суткаға кетті. Қорғаймын деп жүр. Бұның барлығыне бейжай қарамайық. Рұқсат берілген митингісіне шығайық, жиналыңыздар. Өтінішім сол сіздерге. Амандық болсын. Арлы болайық баршамыз. Арымыз оянсын, намысымыз оянсын.